Сәлем баршаңызға, дәстүрлі дастарханымызға сай өте дәмді тіске басардың бірі самса дайындаймыз. Дәл осындай керемет тартымды самсаны мерекелік дастарханға таптырмас шешім. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ең алдымен самсаның қамырын дайындау үшін үлкендеу ыдысымызға қаймақты құйып және ерітілген сары май құйып, үстінен жұмыртқамызды және қантты тұзды содамызды қосып, соңынан 9% уксусты қосып көпіріштеміз. Содан соң массамызды жақсылап біркелкі араластырамыз. Кейін ұнымызды 2 қайтара салып, қамырын илей бастаймыз. Нәтижесінде сізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Илеп болған соң қамырдың бетін жауып 15 минутқа демалдырып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Фаршымызға туралған пиязды, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып, соңында құйрық майымызды қосып араластырамыз. Аздап көтерілген қамырды алып, столдың үстіне қойып, бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөліктерді 70 граммнан өлшеп, бірдей пішінін шығарып, самсаның формасын жасайтын боламыз. Одан кейін керегінше ұн сеуіп, қамырды шетінен алып жая бастаймыз. Жайылған қамырдың ортасына салмасын салып, видеодағыдай етіп түйеміз. Нәтижесінде бізде осындай сүп сүйкімді форма шығады. Дайын самсаны пергамент төселген формаға орналастырып қойып шығамыз. Кейін самсаның бетіне жұмыртқаның сары уызын толыққанды жағып, бетіне 2 түрлі кунжут сеуіп әрлеп аламыз. Қара кунжут болмаса, тек ақ кунжут қолдансаңыз да болады. Самсаларды қызып тұрған пеште 180 градуста 2 бетін қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай самсаның рецепті және түйілу жолы күрделі емес. Кішкене ынта жігермен, махаббатпен дайындасаңыз, самсаларымыз өте дәмді, тартымды болып шығуы сөзсіз. Сонымен қатар пішіні бірдей, іші сочный, қамыры жұмсақ әрі тәбетті көрінеді. Осындай қарапайым рецептпен дәмді тағам жасап, қонақтарыңызды және отбасы мүшелерін қуантыңыз. Ас болсын!